Мектеп баланың өзін қауіпсіз сезінуі керек орын. Бірақ кейде дәл осы жерде үнсіз жараланатын жүректер бар. Күлкіге қалдырылған, еленбеген, түсінілмеген балалар бар. Бұл айым. Олда бәрі сияқты армандайды. Олда бәрі сияқты күлуге, дос табуға лайық. Бірақ сыныпта оны жиі бөліп тастайды. Сөзбен болмаса да көзқараспен кемітеді. Үндемей күледі, сыртынан мазақтайды. Кейде ең ауыр соққы қолмен емес, сөзбен жасалады. Ал кейде тіпті сөзде айтылмайды. Елемеу ең ауыр зорлық. Қыздар жаңа жыл келеді, қайныздан төлемекші. Айымды қоспайықшы ортасына. Жоқ, кішкентай өзім. Короче, осы қымсағыз. Айымсыз сосын жаңа жылға. Біз бейбейлер едік қой. Оны қоспайға арасына. Ой, кішкентай қыздар енді айымда бола берсін да, жаңа жыл ғой енді. Мереке сыйлайық, бүкіліміз сыныппен қатысайық. Не болды соншама? Қойшы, шашатты уже, надоел. Үнемі жылайтын жүрек есі керек ол. Еще ақшасы жоқ. Не қажет, не көреді. Сыныпта бір мереке болса, ол все время бөленеді ғой біздің сыныпта. Қойшы соны. Я өмірі мамасына айтатты жүреді ғой. Тиістіңдер, ренжіттіңдер деп. Бір мелочқа дейін. Сол ғой, еще мамасын мектепке шақырып, мамасы бізге ұрсады. Ондай проблема керек емес. Оны қойындаршы, айтпақшы, мен туған күнім келе жатыр, соған не істейсіңдер? Бірақ менің туған күніме айым келмесін, себебі менің көңіл күйім өте қатты бұзылады. Мен жаман адам емеспін, тек кейде артық сияқтымын. Сыныпта отырсам да өзімді жалғыз сезінемін. Бәрі күліп отырған кезде мен неге үндемей қаламын білмеймін. Маған ешкім қатты сөз айтпайды, бірақ ешкім мені шақырмайды. Қыздардан жылап кеттік Елемеу ең ауыр сезім екен. Мен де күлгім келеді, мен де дос тапқым келеді, бірақ кейде мені көрмегенде өтеді. Туған күнімде бір адам болса да құттықтайым десе екен деп күттім, бірақ сол күні де үнсіздік болды. Мүмкін мен дұрыс емес шығармын деп ойлаймын. Не болды айым? Мен тек бір нәрсені қалаймын. Мені мазақтамауды, мені бөлмеуді, мені адам ретінде қабылдауды. Сендердікі адамгершілікке жатпайды ғой. Бізге осыны Руслан ағай да, психолог апай да айтып жатыр ғой. Бұл да бір зорлықтың бір түріне жатады ғой. Сендердің ұяттары қайда? Бүгін айымның туған күні екен ғой, білесіңдер ма, неге ол жылап отыр десек, сендер құттықтау деген жоқ. Одан сайын айымды басып тастап жатқандарын түсініп тұрсыңдар ма өзі? Бір күні мені түсінер. Бәлкім ол жай ғана бір туған күніңмен деген сөзді күтті. Бір жылы сөз, бір шынайы күлкі. Қыздар қателігін түсінді, кешірім сұрады. Айым, біз бәріміз сені жақсы көреміз, туған күнің құтты болсын. Әдемі, бақытты қыз болу керексің. Бірақ біз саған осындай қылық жасаған үшін кешірші. Бізді кешірші. Шынайы кешірім жүректі емдейді, ал түсіністік достықты қайтарады. Терегімізді түсіндік, кешірші бізді. Мен қатты ұрты бүгін сен туған күнде құттықтамағанымызға енді бұлай болмайды, кешір. Біз үнемі сенің қасында поддержка береміз, дос боламыз енді, ешқашан сондай әдет жасамаймыз. Әр бала қауіпсіз ортада өсуге лайық. Күлкі біріктіру үшін, кемсіту үшін емес. Біз зорлық-зомбылыққа қарсымыз. Біз мейірімді мектепті таңдаймыз.